Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Көктем айы келісімен балалар апталығы мерекесі де келіп жетті. Көктем айы бұл шуақты күн. Ол көрген түстей, ұшқан құстай өте шығады. Табиғат жанданып құлпырады. Ашық аспанымызда құстардың әндетуіне толады. Жаңбыр жиі жауып, найзағай ойнап, кемпірқосақ күлімдей шыға келеді. Бүгін мен сіздерге құрметті онлайн режиміндегі оқырман, балалар әдебиетінің көрнекті ақыны Ануербек Дүйсенбиевтің өмірбаянымен таныстырғым келіп отыр. Мың 1931 жылы 25 қазанда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарақыстақ ауылында туған. Ұзақ жылдар Балдырған журналының жауапты хатшысы, Жалын баспасында бөлім меңгерушісі, жазушы баспасында аға редакторлық қызметін атқарған. Сендер сияқты балаларға арнап жазған өлеңдері өскелең ұрпақтың рухани қазинасының бастауына айналары анық. Сіздердің назарларыңызға қуыршақтардың орындауында Ануарбек Дүйсенбиевтің Қарлығаш өлеңін ұсынамыз. Жасыл киіп жатталап, қуды көктем қыз күнін, айыр құйрық ақ тамақ, келді аяулы құс бүгін. Ұшып келді алыстан, қоя киганадан, талай жұртпен танысқан, оған ыстық бар адам. Өздер еске түскенде, жылы ұясы қалыпты, кәрі мұхит үстінде қанаттары талыпты. Арнап шырқар ол дәнді, бауыр басқан кісіге, елсізге ол қонғанда, еніпті адам түсінен. Сонымен балалар, бүгінгі онлайн кездесуіміз аяқталды. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.